1929 жылдың басында кеңес үкіметі билігіндегі әрбір елді мекеннің басшылығына дінге қарсы күресті нығайту шаралары туралы құпия хат жіберілді. Бұл хатта дінге қарсы күрес тап күресіне теңестіріліп, оған зор саяси мән берілді. Ол хат 1929 жылы 8 сәуірде діни бірлестіктер туралы қаулыға негізделіп шықты. Бұл құжат бойынша дін өкілдерінің құқы шектеліп, қасиетті орындарға сапар шегіп, тәу етуге, тіпті қайырымдылық көрсетуге дейін тыйым салынды. Бір ғана Көкшетау өзінен қуғын сүргінге ұшыраған имамдар саны 150 адамды құраған, ал жалпы қуғынға ұшыраған дін қызметкерлерінің саны 180 адамға жеткен. Облыс көлемінде барлық мешіт пен медреселер, шіркеулер 1926-1939 жыл аралығында түгелдей жабылып, ғимараттары шаруашылық не мәдени клуб мекемелеріне беріліп кеткен болатын. Дін өкілдерін кәдімгідей қоғамға жат элементтер ретінде, оларды мысалға қауіпті элементтер ретінде қарады. Оларға байланысты мысалға қалай деп айтуға болады, оларға қарама қарсы мысалға союз безбожников дейді, яғни дінсіздер қоғамы құрылған болатын. Мынау Алматы мемлекеттік архивінде және де президенттік архивте осы дінсіздер қоғамына байланысты көп деген материалдарды кездестірдік. Олар не істеу керек, олардың жұмыс тактикасы, жоспары, мынау халықпен қалай жұмыс жасау керек, дін өкілдеріне қарсы қалай жұмыс жасау керек деген сияқты көптеген мәліметтер келген. Яғни үкімет тарапынан қалай, яғни механизм белгілеп беріп отырған. Біз Алматының, Ақмоланың, Солтүстік Қазақстанның облыстық жаңа орталық архивтерінде біраз жұмыс істедік. Мысалы осы Көкшетау уезі, бұрынғы Көкшетау уезі, бұрынғы жаңағы Көкшетау уезі бұрынғы Көкшетау облысының территориясына шамалас келеді. Территориялық жағынан алған уақытта. Сонда мысалы айтатын болсақ, бүгінгі күнде 150-дей жаңағы дін қызметкерлерінің ат есімдері анықталып отыр бүгінгі күнде. Міне осындай, қазір күнде айтайық, бұрын белгісіз болып келген алаш қайраткерлері, мысалы біз бірінші, екінші жаңағы айтамыз топтарға білеміз ғой. Көбінесе біз танымал адамдарды білеміз, мысалы Жұмағали Тілеулин секілді, Айдахан Тұрлыбаев секілді, мысалы айтатын болсақ, Ереже Бейтбаев мысалы айтатын болсақ. Тағы сондай жаңағы бұрындары көп айтылмай жүрген жаңа алаштың қайраткерлерінің есімдері қазір күнде анықталып жатыр. Құжаттарға түспей қалған адамдар болу әбден мүмкін. Адам қайтыс болады. Ондай кезде мысалға соңғы сапарға аттану, шығарып салу деген сияқты Құран бағыштау, оның барлығына тыйым салған. Сонымен қатар қазақ қоғамында мынау емдеу, ішкіру деген сияқты, мысалға тіл көзден сақтау деген сияқты, болмаса сондай мәселелерге байланысты да балаларды емдеу әсіресе ондайға да рұқсат бермей қойған. Жергілікті жердегі молдалардың өзінің біраз тізімі келтірілген. Біз мысалға сол бойынша үлкен мәліметтер жинап жатырмыз. Әрбір уез бойынша, Көкшетау уезі бойынша ғана 44 дін өкілінің, молдалардың тізімі келтірілген. Оның барлығы, яғни үкіметтік орындарда сақталып отырған. Кім мысалға тек қана молдалар емес, сонымен қатар діни убеждениесі дейді ғой, діни көзқарастары үшін. Жай ғана мысалға діни сенім үшін де осылай жазаланып, яғни жер аударылғандар болған. Соның ішінде мысалға Момақан молданы айтуымызға болады осы Көкшетау Ақмола өңіріндегі. Одан кейін мысалға Жағапар молда деген кісі болған. Тағы да басқа осындай кісілердің атын атауымызға болады. Отбасылармен де кездестірмей, қоштастырмай, қандай киімде болды, сол қалпында оларды қазақта айтады ғой, итжеккенге айдап жіберіп отырған. Қорғанға, Түменге, сол жерге кетіп, содан кейін 1-2 жылдан кейін мысалға сол кісілердің істерін қарасақ, 7 жылға, мысалға 10 жылға, 15 жылға айдалып кеткен. Ал одан кейін қарасақ, 3 жылдан кейін, яғни қайтыс болды, өлді деген сияқты істерінде сондай шешім қабылданған. Міне ол бір ғана адам емес, бәленбай адамның тағдыры осылай орта жолдан кесілген.
Ақмола өңірі Алаш ұлттық демократиялық қозғалысы орталықтарының бірі болғаны мәлім. 1937-38 жылдың зобаланған барша жұртқа, соның ішінде зиялы қауым өкілдеріне ауыр соққы болып тиіп, ұлтымыздың интеллектуалдық потенциалы мен рухани болмысына зор зиян тигізді. Ақмола облысы бойынша жаппай қуғын-сүргінге ұшырағандардың 62,5%-ы 1930-40 жылдардың үлесінде. Барлығы 3360 адам. Соғыс қарсаңында репрессия сәл бәсеңдегенімен 1940-50 жылдар аралығында Ақмола өңірі бойынша жаппай репрессияға іліккендер саны 2065 адамға жеткен. Қуғын-сүргіннің жаңағы екі түрлі салдары болды. Мысалы 37-38-де біздің мынау интеллектуалдарымыз, жаңағы бұрынғы алаш зиялылары негізін қалаған саяси элитаны одан бері қарай тіпті коммунист болған, большевик болған, мысалы Әбдіқайыр Досов секілді, Сәкен Сейфуллин секілді ақмолалық азаматтар. Осылардың өзі сол жүйенің құрбаны болды. Сондықтан саяси қуғын-сүргіннің айтайық бізде 24 мың деп айтып отырмыз ғой, асат. Ол енді нақты цифр емес 24 дегені. Біз түбінде бір адамға, екі адамға дейін дәлдікке дейін анықтауымыз керек. Архивтік деректерге сүйенетін болсақ, Ақмола облысы бойынша 5400 адам мемлекеттік қылмыс істеді деп жазаланса, соның 1600 адамы ең жоғарғы жаза, ату жазасына кесілген екен. Солардың қатарында біздің атақты жерлестеріміз бар. Көбінің есімдері халыққа танылғанмен, бірақ та солардың арасында әлі де танылмай келе жатқан адамдар бар. Қазіргі таңда Ақмола өңірі бойынша алаштықтардың толықтай тізімі жасалмаған. Осы олқылықты жою мақсатында өңірлік топ мүшелері іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мәселен, ақмолалық Досов, Тұрлыбаев, Асылбек Мұстафин, Зарап Темірбеков, Шәрапи Әлжанов, Мұхаммед Сәлім Кәшімов, Иман Жүсіп Құтпанов, Жұмағали Тілеулин, Сейт Баттал Мұстафин, Біләл Малдыбаев, Жанайдар Садуақасұлы, Әубәкір Ильясов сияқты қоғам қайраткерлерінің есімін атап кетуге болады. Жоғарыда айтқанымыздай, жүздеген басқа есімдер әлі де көпшілікке белгілі емес. Қазірдің өзінде Ақмола облысында қызмет жасаған 300-ден астам алаш қайраткерлерінің есімі белгілі болып отыр. Репрессия науқанына іліккендердің қатарында белгілі ғалым, филолог ғалым Исмағамбет Исмаиловты атап кетуге болады ерекше. Өйткені ол кісі Кенесары Наурызбай дастанын жырлағаны дәріптегені үшін Қазақ КСР жоғарғы сотының шешімімен 25 жылға бас бостандығынан айырылып лагерге аттанған болатында. Ол атақты Ермұхан Бекмаханов, Бек Смаилов қатарында қазақ зиялы өкілдеріне қатысты үкім шығарғандардың қатарында болды. Исмағамбет Исмаилов ол кісі бұрынғы еңбекшілер ауданының тумасы, белгілі фольклоршы, есімдері өте көп. Жаңа айтып кеттік қой, Ақмола облысы бойынша әртүрлі қызмет бабымен 300-ден астам есімдері анықталып отыр. Ол ондай мәлімет Сардар республикалық ғылыми анықтамалық, міне сол ғылыми анықтамалықта ақмолалық 300 адамның есімі берілген. Бүгінгі таңда әрине ақтандақтарды анықтап, бұл есімдерді жаңғыртып, өйткені олардың көп әлі көпшілікке мәлім емес қой. Мысалы, көше атаулары берілсе, немесе ол кісілердің мұралары зерттеліп, еңбектер жарияланса, және де түрлі деңгейде насихат жұмыстары жүргізілсе, әрине бұл осы бағыттағы жеткен жетістігіміз болар еді деп ойлаймын. Әрине алаш қайраткерлері Көкшетау өңірінде, Ақмола облысында жалпы үлкен үлес қосты. Осы жерде олар қазақ алаш алғашқы төл партиямыздың қазақ филиалдарын құрмақ ойлары болды. Үгіт насихат жұмыстарын жүргізді. Олар халыққа өздерінің еңбектері арқылы жеткізгісі келді. Бостандық үшін, елдің тұтастығы үшін күрес идеяларын. Сол үшін олар осы
репрессия құрбандары болып отыр. Алаш қайраткерлерінің атын ұлықтау, олардың қазақ халқы үшін атқарған өлшеусіз еңбегін келер ұрпаққа жеткізу көпшіліктің парызы. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау мемлекеттік деңгейде жүзеге аспақ.